5 нәрсені істеп ютубтан ақша тап. Мен Накмаев Алишер қазіргі таңда 15 шақты каналды жүргізіп айына 1,5 миллион теңге табыс тауып жатырмын. Достар, мен сіздерге 5 нәрсені дайындап қойдым, яғни 5 қадам. Осы 5 қадамды істеп сіздер ютубтан ақша таба аласыздар. Өте қарапайым 5 қадам. Осыны кезек-кезекпен істеп, менің айтқанымды тыңдап жасаңыздар. Сол кезде кәдімгідей сіздерден ютубтан нәтиже болады. Бірінші қадам ол сценарий, яғни сценарий құру керек. Мысалға айтатын болсақ, сіз өзіңіз қандай видео түсіресіз или қалай түсіру керек, солардың бәрін сценарий құру керек. Мысалға айтатын болсам, MacBookқа типа реклама керек та, мен сценарий құрамын, бүйтіп ашып түсіру керек, болмаса MacBook туралы информация берем дегендей сценарий құру керек. Бірінші қадам бұл. Енді қараңыздар, екінші қадамға көшейік. Екінші қадам съемка. Уже сценарий қалай түсіретінді білгеннен кейін уже мен съемканы бастаймын. Қолыма iPhone-ды аламын, мысалға любой телефон, соны кәдімгідей түсіретін боламын. Мысалға сценарий бойынша бірінші бүйтіп ашамын, өйстіп перен тақтасын түсіремін. Бұл сценарий бойынша түсіріп жатырмын да. Осылай съемканы жасайсыз. Міне бірінші қадам, екінші қадам кетті уже. Енді қараңыздар, үшінші қадамға кеттік. Үшінші қадам бұл әрине монтаж. Қарапайым телефонмен енді сіздерде мүмкіншілік болмаса, осындай телефонды алып, любой iPhone, Samsung қарамайды да, осындай телефонға кіріп, жаңағы түсірген видеоларыңызды монтаж жасайсыз. Яғни видеоны қосып, бір-біріне қиятын жерді қиып, қызықты жерді қойып басына. Осындай қылып монтаж жасайсыз. Сол кезде уже бастапқыда видеоңызда нәтиже болатын болады. Енді үшінші қадам монтаж. Төртінші қадамға кеттік. Төртінші қадам настройка. Яғни сіз уже сценарий жаздыңыз, видеоны түсірдіңіз, видеоны монтаждадыңыз. Енді сіз настройка жасайсыз. Настройка дегенде қараңыздар. Бар YouTube каналға, мен мынаяқта YouTube канал ашу туралы сабағымды шығарып қойғам, айтпақшы, үстіне қарап өтсеңіздер болады. Дайын YouTube каналыңызға кіріп, сол видеоны салайсыздар, жүктейсіздер. И және де YouTube'та маңызды нәрсе бар. Бұл обложка деген да. Обложканы қызықты қылып жасау керек. Мына MacBook'тың бағасы арзан екен деп та, мысалға ключевой сөздерді қараңыздар. Или болмаса мына MacBook компьютерден де мықты жұмыс жасайды дегендей қылып ключевой сөздер жазып қоясыздар. Вот, обложка жасайсыздар. Бұл настройкасының ішіне кіретін болады. И және де ключевой сөздер тег, не, осындай тегтер шығарып қоясыздар. MacBook анау мынау дегендей. Және осы так, 1 2 4. Осы 4 қадамды істейсіздер. Енді 5-ші қадамға көшейік. 5-ші қадам видеоны жүктеу керек. Енді мен сіздерге маңызды ақпарат айтып кетейін. Видеоны Қазақстан уақыты, яғни Алматы уақытымен кешкі сағат 6-дан кешкі сағат 9-ға дейінгі уақытта салуларыңыз керек. Сол кезде видеоңыз кәдімгідей ататын уақыт. Неге ол именно кешкі уақыт десеңіздер, потому что кешкі уақытта көп кісілер телефон қарайды, ноутбук қарайды, демалады, телевизор көреді дегенде да, именно сол уақытта сіздер видеоларыңыздың атуына көмегін беретін болады. Осы 5 қадам, міне қараңыздар, 5 қадамда істеп сіздер ютубтан табыс таба аласыздар. Енді сіздерге айтар нәрсем, менің YouTube каналыма тіркеліп, Instagram парақшама тіркеліп, осы описанияның астында тұрған тегін видео сабақты көріп кетіңіздер. Мен сіздерге кәдімгідей тегін сабақта осы YouTube'дан қалай ақша табатын жолдарды полный ноутбукпен көрсеткенмін. Кәдімгідей ішіне наны бас дегендей қылып та. Соны көріп кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар. Алишер Накмаев YouTube каналына тіркеліп кетіңіздер.